Фарш пен кара кумук салангани рецепти. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани каптамасы 18 дана өнім, 70 грамм кара кумук, 400 грамм сыйыр етінің фаршы, 1 шай қасық крахмал, жарты стакан қаймақ, 4 дана пияз, 2 дана сәбіз, 5 ас қасық өсімдік майы, 1 жұмыртқа, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін 2 сағатта жібітілген қара құмықты фаршқа қосамыз. Оған тағы пияз, шай қасық крахмал, жұмыртқа, дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа өсімдік майына жартылай дөңгелектеп туралған пиязды, жіңішкелеп туралған сәбізді 2-3 минут қуырамыз. Жарты стакан қаймақ қосамыз. Сонан соң дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін абайлап қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып 15 минут бәсең отта пісіреміз. Саланганиді абайлап, төменгі жағынан демей отырып, ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде салат жапырақтарымен әсемдеп осырыңыз. Ас дәмді болсын.